Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгін біз жаңа сабақпен танысамыз. 1. Массаны қандай аспаптың көмегімен өлшейді? Массаны таразының көмегімен өлшейді. 2. Жарық дегеніміз не? Жарық көзге көрінетін, айналаны жарықтандыратын энергия. 1 тәжірибе, мөлдір және күңгірт шыны. Мөлдір шыны жарықты жақсы өткізеді. Күңгірт шыны жарықты нашар өткізеді. Қорытынды. Заттар жарықты әртүрлі өткізеді. 2 тәжірибе, мата. Мата жарықты нашар өткізеді немесе әлсіз өткізеді. Қорытынды. Кейбір заттар жарықты толық өткізбейді. 3 тәжірибе, дәптер. Дәптер жарықты өткізбейді. Қорытынды. Кейбір заттар жарықты мүлде өткізбейді. Жарық түскенде заттың артында көлеңке пайда болады. Қолмен әртүрлі жануарлардың көлеңкесін жасауға болады. Қонжық тәжірибесі. Қағаздан жасалған қонжық жарықты өткізбейді, сондықтан көлеңке анық көрінеді. Қорытынды. Жарықты өткізбейтін заттар көлеңке жасайды. 1. Қандай заттар жарықты өткізеді? Мөлдір заттар, мысалы, шыны. 2. Жарықты өткізбейтін заттар қалай аталады? Мөлдір емес заттар. 3. Жарықты өткізбейтін заттарды қайда пайдаланады? Үйдің қабырғасында, киімде, кітапта, жиһазда және күннен қорғану үшін пайдаланады. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Келесі сабақты көру үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып пікір жазуды ұмытпа.